Заңгер Айгүл Орынбек әнші Қайрат Нұртастың анасы әрі продюсер Гүлзира Айдарбекованы сынады. Әнші ұшақта жанжал шығарғаны үшін үстінен әкімшілік іс қозғалып, 15 тәулікке қамауға алынған болатын. Осы уақытта анасы әлеуметтік желіде ұлы туралы естеліктерімен бөлісіп отырды. Заңгер Гүлзира Айдарбекованың бұл әрекетін бұрыс деп санайды. Мамасының баласы десе мен бермейтін едім. Айналдырған 15 күнді 15 жыл алғанда жоқтады. Баласы кінәсіз болса мақұл екен. Ел алдында жүрген жұлдыз ішіп алып төбелесу ол қоғамдық ортада тыныштықты бұзу. Жас болса мақұл екен. Жастықпен жасады ғой дейтін. Жасы 40-қа келген баласының іс-әрекетін күнде әлеуметтік желі арқылы жырлап отыру бұл енді барып тұрған надандық. Заң үстемдігін орнатқымыз келсе, елдің алдында жүрген жұлдыздар бірінші тәртіпке бағыну керек. Биліктегі көкелердің алдында сайрап жүрміз. Крышалар құтқарып қалады деген түсінікті жою керек. Қаншама жас жігіттер жазықсыз 10-15 жылдар арқалап кетіп жатыр. Журналистер әділетсіздікке тап болып шырылдаған аналардың жанайқайын дәл осылай шығарсаңдар ғой шіркін. Баламның іс-әрекеті дұрыс емес. Бұл отбасымызға менің жасаған жұмысыма үлкенсін деп бүкіл тақырыпты сол кезде жабу керек еді. Алайда баласынан батыр жасап, оны ақтап, қайта-қайта мен анамын деп емірене беру баласының жасаған заң бұзушылығын қолдау. Баласы елін қорғап соғысқа барып келсе, қоғамдағы жемқорлықпен күресіп жүрсе мейлі екен. Оны түрмеден жарияға жар салып күтіп алу бұл енді масқара. 40-қа келіп өзі жасаған ісіне өзі жауап бере алмай, анасын араластыру ұят. Бұл біздің қоғамда әлсіз мамасының балалары көбейіп кеткеннің айқын көрінісі. Менімен келіспей, ол ана баласын әрине қорғайды дейтін шығарсыздар. Балам екен деп барлық жерге мұрнын сұға беру, баланың келесі қылмысқа жол ашуына мүмкіндік беру. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп жаңа жаңалықтармен таныс болыңыз.